2012 жылдың 30 мамырында бүкіл әлемдік Ахмадия мұсылман жамағатының 5-ші халифі Хазірет Мырза Масрур Ахмед, оған Алла жәрдемші болсын, Германия қарулы күштеріне командалық құрам, азаматтық қоғам идеологиясын даярлау орталығында сөз сөйлеуге шақырылған болатын. Оның бағдарламалық баяндамасының тақырыбы өз еліне адал болуға арналған. Осы баяндамасында Мырза Масрур Ахмед Ахмади мұсылмандары әрдайым өздерінің тұрып жатқан еліне неліктен және қалайша адал екендіктерін түсіндіріп берді. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the gracious, ever merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and blessings of Allah be upon you. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса мейірімді, ерекше рақымды Алланың атымен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ең алдымен осы мүмкіншілікті пайдалана отырып, мен сіздерге орталықтарыңызға шақырып, бір ауыз сөз айтуыма жағдай жасағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Ахмадия мұсылман жамағатының басшысы ретінде мен сіздермен исламның тәлім-тәрбиесі жайында сөйлескім келеді. Бірақ бұл тақырып өте ауқымды болғандықтан, оны бір ғана іс-шарамен немесе қысқа ғана мерзімнің ішінде қамту мүмкін емес. Сондықтан да исламның бір ғана тәлімімен шектеліп, бар назарымызды соған аударуымызға тура келеді. Исламның қай тәлімі жайында сөз қозғасам екен деп ойланып отырғанымда, осы Германия еліндегі ұлттық жамағатымыздың төрағасы Абдулла Вагизхаузер мырза тұрғылықты еліне адал болуды және отан сүйгіштікті үйрететін исламдық тәлім-тәрбие жайында айтып беруімді өтінді. Бұл өтініш осы тақырыпты таңдауыма көмектесті. Сондықтан да мен сіздерге осы ислами тәлімнің кей тұстары жайында қысқаша баяндап беремін. Өз еліне махаббат пен адалдық деген сөздер айтылуы оңай және құлаққа жеңіл естілер. Алайда қысқа болып көрінген бұл сөздер зор ауқымды, әрі ғажап, әрі терең мағыналарды қамтиды. Іс жүзінде бұл сөздер нені білдіретіндігін және нені талап ететіндігін толық ұғып түсіну расында да өте қиын. Қалай болғанда да, мен осы берілген қысқа уақыттың ішінде тұрғылықты еліне адал болу және отан сүйгіштік жайындағы ислами тәлім-тәрбиені ашып түсіндіріп беруге тырысамын. And foremost, a fundamental principle of Islam is ең алдымен исламның фундаменталды ұстанымы бойынша адамның айтқан сөздері мен іс-әрекеттерінде қос стандарттылық пен екі жүзділіктің титтей қоспасы ешқашан болмауы қажет. Арақатынас шынайылық пен ұждандыққа негізделу керек. Бұл шынайы адалдықтың талабы. Бұл дегеніміз адамның сырттай көрсеткен сезімдері оның дәл сол іштей сезінген сезімдерінде болуы керек. Мәселе ел азаматтығы мен азаматтық ұстаным жайында болғанда, бұл принциптер ерекше маңыздылыққа ие болады. Сондықтан кез келген елдің азаматы үшін оның ең маңызды азаматтық ұстанымы өз елін шын жүректен сүйіп, оған шынайы адал болуы болып табылады. Сондай-ақ, мейлі ол сол елдің тума азаматы ма,
немесе азаматтығын кейінірек көшіп барған соң алды ма, әлде басқа да жолдармен алды ма, бұл маңызды емес. through immigration or by any other means. Loyalty is a great quality. Адалдық And the people бұл үлкен who have қасиет. displayed Және оны ең жоғары дәрежеде to the highest және ең жақсы түрде көрсеткен адамдар Құдайдың пайғамбарлары болған. prophets of God. Their love Олардың Құдайға деген махаббаттары, Құдаймен қас байланыстары мықты болғандығы сондайлық. Олар кез келген мәселеде Құдайдың өсиеттерін басшылыққа алып, еш нәрсеге қарамастан оны соңына дейін атқаруға ұмтылған. Бұл жайт пайғамбарлардың Құдай алдындағы жауапкершілік сезімін және оған деген адалдықтың тамаша үлгісін паш етеді. perfect standards of life. Сондықтан біз олардың адалдық үлгілерін өзімізге өнеге етіп Their алуымыз standards керек. of loyalty that we should use as an example. Алайда сөзді әрі қарай жалғастырмас бұрын, адалдық деген шын мәнінде нені білдіретінін түсініп алуымыз қажет. Further, Ислам тәлімі бойынша адалдық ұғымының шынайы мағынасы мен анықтамасы келесідей. that they have made. Бұл еш қиындықтарға қарамастан, барлық жағдайларда, кез келген деңгейде өз міндеттеріңді орындап, уәдене берік болуыңды білдіреді. God Almighty, Исламның бізден талап еткен адалдықтың нұсқасы міне осы болып табылады. they have made Құран кәрімнің түрлі жерлерінде Алла мұсылмандарға уәделеріңді орындаңдар, серттеріне берік болыңдар деп бұйрық береді. a question Өйткені Алла олардан өздеріне алған барлық міндеттері жайында сұрайтынын ескертеді. Muslims Мұсылмандарға барлық серттеріңді іске асырыңдар деп өсиет етілген. paramount. Бұған Құдай тағаламен арадағы серттілікпен қоса, сондай-ақ өздері берген басқа барлық кепілдіктер мен уәделерді де маңыздылығына қарай орындауды білдіреді. And that Осыған орай адамдардың ойларында келесі сұрақ пайда болуы мүмкін. above Мұсылмандардың айтуы бойынша, олар үшін Құдай мен оның иллахи діні бәрінен маңызды болғандықтан, therefore олардың Құдайға деген адалдық серттері маңыздылық жағынан ең бірінші орында. to his nation Сондықтан олар Құдай алдындағы серттерін барлық міндеттемелерінен жоғары ұстайды және оны ең алдымен орындауға тырысып бағады. to him. Сондықтан да мұсылманның өз еліне деген адалдығы және оның ел заңдарын орындаудағы міндеттері маңыздылығы жағынан екінші орында деген түсінік қалыптасуы мүмкін. Occasions. Яғни, белгілі бір жағдайларда ол өз еліне берген антын бұзуы мүмкін дегендей. I would firstly like to inform you that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Бұл сұраққа жауап берерден бұрын, алдымен мен сіздерге исламның қасиетті пайғамбары Мұхаммедтің өзі, ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, отанды сүю иманның бір бөлігі деп үйреткенін айтқым келеді. is a requirement of Islam. Осылайша, шынайы отансүйгіштік бұл исламның міндеттемелерінің бірі болып табылады. To truly love God, Сондықтан адам Құдайды шынайы сүю үшін, әрі исламды шынайы сүю үшін, ол өз отанын да шынайы сүюі қажет. quite clear, therefore, that there can be no conflict of Бұдан анық болғаны, адамның Құдайға деген сүйіспеншілігі мен еліне деген сүйіспеншілігінің арасында ешқандай қарама-қайшылықты жағдайдың болуы мүмкін емес. part of Islam. It is quite Еліне clear деген сүйіспеншілік исламның ажырамас бөлігі ретінде жарияланғандықтан, of loyalty мұсылман өз таңдаған еліне адал болудың ең жоғары үлгісіне ұмтылу керектігі айдай анық. reaching God and becoming close to Өйткені бұл Құдайға жетудің, Құдайға жақындаудың амалы болып табылады. that the love a true Muslim holds Сондықтан нағыз шынайы мұсылманның Құдайға деген сүйіспеншілігі оған өз еліне шынайы сүйіспеншілік пен риясыз адалдықты танытуға ешқашан және ешқандай кедергі бола алмайды. towards his country. Unfortunately, we find Өкінішке орай, қазір кейбір елдерде адамдардың діни бостандығына шектеулер қойылып, curtailed or even тіпті сол құқықтарынан толықтай айырып жатқандарына куә болып отырмыз. question that can arise is whether those people Сондықтан бұл жерде басқа сұрақ туындауы мүмкін. by their state Өз елдерінде қуғынға ұшыраған адамдар
өз еліне, өз халқына деген адалдықтары мен сүйіспеншіліктерін қаншалықты сақтай алады? Дәл осындай жағдайлар Пәкістанда да орын алып жатқанын сіздерге үлкен мұңмен айтуыма тура келеді. Ондағы үкімет жамағатымызға қарсы қудалаушылықты іс жүзінде заңдастырып қойған. Ахмадиятқа қарсы қабылданған бұл заңнамалар іс жүзінде қолданылып жатыр. Осылайша Пәкістандағы барлық Ахмади мұсылмандары заң мен мұсылман емес деп ресми жарияланған. Соның салдарынан оларға тіпті өздерін мұсылман деп атауға да тыйым салынған. Сондай-ақ Пәкістандағы Ахмади мұсылмандарын ешкім мұсылман ретінде қабылдамас үшін оларға мұсылманша ғибадат етуге және исламның қандайда бір дәстүріне сай әрекет етуге тыйым салынған. Осылайша Пәкістан мемлекетінің өзі біздің жамағатымыздың мүшелерін адамның тума құқығы болып табылатын сенім бостандығынан айырды. Осындай жағдайларды ескере отырып, өздігінен сұрақ туындайды. Мұндай жағдайларда Ахмади мұсылмандары елдің заңына қалайша бағынуы мүмкін? Қалайша олар өз елдеріне адал болып қала бермек? Мен бұл жерді түсіндіріп кетуім керек. Егер сондайлық шектен тыс жағдайлар орын алып жатса, заң мен отанына деген адалдық екі бөлек мәселеге айналады. Біз Ахмади мұсылмандарының пікірі бойынша, дін әр адамның жеке ісі. Ол оны өзі үшін анықтайды. Және дін мәселесінде ешқандай мәжбүрлікке орын жоқ деп сенеміз. Осылайша, егер заң осы құқықты пайдалануға кедергі жасаса, бұл әлбетте үлкен қатыгездік әрі зор қудалаушылық болып табылады. Бұлай заңдастырылған мемлекеттік қудалаушылықтар көптеген ғасырлар бойы орын алғанымен, оны адамдардың басым көпшілігі айыптаған. Егер біз Еуропа тарихына көз салсақ, онда бұл құрлықтың адамдары да діни қудалаушылықтың зардабын шеккендерін байқаймыз. Нәтижесінде мыңдаған адамдар бір елден басқа елдерге көшіп баруға мәжбүр болған. Барлық бейтарап тарихшылар, өкіметтер мен адамдар мұндай саясатты қуғын сүргіндік әрі шектен асқан қатыгездік актісі деп мойындаған. Мұндай жағдайларда ислам тәлімі келесіні үйретеді. Қашан қудалаушылық барлық шектерден асып, адам төзгісіз жағдайға айналатын болса, онда осындай жағдайда адамдар сол қаладан немесе сол елден көшіп, өз дінін еркін әрі бейбіт тыныш жағдайда ұстана алатын басқа жерге көшіп кетуі керек. Where he is free to practice his religion in peace. However, alongside this guidance, Islam also teaches. Бірақ осы бұйрықтармен қоса, ислам тәлімі бойынша қандай жағдай болмасын, ешкім өз бетінше әрекет етпеуі керек. Сондай-ақ ислам өз еліне қарсы қандай да бір бүлікшіл әрекеттерге қатыспауға және өз отанына ешбір қастық жасамауға үйретеді. Бұл исламның екі ойлы етпейтін айқын да анық бұйрығы. Осындай қатыгез қудалаушылықтарға тап болса да, Пәкістанда миллиондаған Ахмади мұсылмандары бұған қарамастан өмір сүруде. Олар өмірлерінің барлық салаларында осыншалықты ұзаққа созылған кемсітушіліктер мен зорлық-зомбылықтарға ұшырап жатса да, бұның барлығына қарамастан олар өз еліне деген шынайы адалдықтарын сақтап келеді. Ахмади мұсылмандары қай салада еңбек етпесін, қай жерде тұрмасын, олар өз халқының дамып гүлденуі үшін қажымай қызмет етуде. Ахмадияттың қарсыластары Пәкістандағы Ахмади мұсылмандары өз еліне адал емес деп, ондаған жылдар бойы жалған айыптарын тағып келеді.
Бірақ олар бұл айыптарын бірде-бір рет дәлелдей алмады. or show Және осы кезге шейін сөздерін растайтын бірде-бір айғақ келтіре алмады. instead Керісінше, шындығына келгенде, елінің игілігі үшін құрбандық жасау керек болғанда, Пәкістанның Ахмади мұсылмандары әрқашан алғы шептерден табылып, өз отаны үшін әрдайым кез келген құрбандыққа баруға дайын болып отырды. constantly ready to make every sacrifice for the sake of the country. Олардың өздері заңның зардабын шегіп, қатыгездіктің нысанасына айналғандарына қарамастан, сол елдің заңына бағына отыр. Сол заңның шеңберінде бәрінен гөрі ізгілікпен әрекет ететін адамдар осы Ахмади мұсылмандары болып отыр. They are true Muslims. Олардың бұлай істейтін себептері, олар нағыз мұсылмандар және шынайы исламды ұстанушылар. Relation to loyalty is that Құран кәрімнің адалдыққа қатысты тағы бір нұсқауы, адамдар кез келген жағымсыз әрекеттер мен лам бүліктерден бойын аулақ ұстаулары керекті. any type of rebellion. A beautiful and distinguishing feature of Islam is that Исламның көркем әрі ерекше белгісі мынада. final point Бір мәселені шешу үшін, оның себеп салдары тым шиеленісіп, нәтижесі тым қауіпті болып кеткенде ғана оған назарымызды аудармайды. Жоқ, ол бізді мәселенің барлық кезеңдерінде ескертеді. smaller issues Адамзатты қауіп-қатерлі жолдардан асыру үшін әрдайым белгі, дұрыс бағыт-бағдар беріп тұрады. to a path paved with danger. Thus, if Islam's guidance is Сондықтан, егер исламның тәлімдерімен дұрыс жүретін болсақ, онда кез келген мәселе басталмай-ақ шешілер еді. at the earliest Және мәселенің жағдайы күрт шиеленісіп, бақылаудан шығып кетерден бұрын бәрін жөнге келтіруге болар еді. gets out of hand. For instance, Мысалы, адамдардың ақшаға деген ашкөздіктері елге едәуір зиян келтіретін мәселе болып табылады. is financial greed by individuals. Адамдар көбіне материалистіктің, яғни дүниешілдіктің арбауына түсіп жатады. Олар соның бұраланында бақылаудан шығып, нәтижесінде адамдардың мұндай құштарлықтары оларды ізгі ниеттілік пен сенімнен айырады. In a disloyal fashion. Демек, мұндай әрекеттер ақыр соңында өз елін сатуға әкеп соғуы мүмкін. A cause of treachery against one's country. Осы жерде біраз түсіндірме жасап кетуіме мұрсат беріңіздер. In Arabic, the word baghiya Араб тіліндегі бағия сөзі describes those people өз еліне қастандық жасайтын адамдарды, немесе сол адамдардың іс-әрекеттерін сипаттау үшін қолданылады. It refers Бұл сөз зиянды істермен айналысатындарға, немесе өзгелерге жамандық жасайтын адамдарға қатысты қолданылады. on others. It also includes those people who commit Бұл сондай-ақ алаяқтық жасайтын және заңсыз, әділетсіз жолдармен табыс табуға тырысатын адамдарды да білдіреді. and it refers Сонымен бұл барлық шектерден асып, әрекетімен зиян шектіріп, залал келтіретін адамдарға қатысты қолданылады. cause harm and damage. Islam teaches Ислам тәлімі бойынша осындай іс-әрекеттерге баратын адамдардан адалдық рухында жасалатын амалдарды күту бекершілік дейді. because Өйткені шынайы адалдық жоғары адамгершілік құндылықтармен етене араласқан. loyalty cannot exist Адалдық жоғары адамгершілік құндылықтарынсыз бар бола алмайды. cannot exist Сондай-ақ жоғары адамгершілік құндылықтар да шынайы адалдықсыз бар бола алмайды. different people may have Иә, әртүрлі адамдарда жоғарғы адамгершіліктік үлгі-өнеге жайындағы түсініктері әртүрлі болуы мүмкін. revolved Бірақ ислам діні Құдайды разы ету төңірегін ғана көздейді. so Muslims Яғни мұсылмандар әрдайым Құдайды риза қылатын іс-амалдар жасауға міндеттелген. to him. In short, Қысқаша айтқанда, Islamic teaching исламның тәлім-тәрбиесі бойынша өз еліне және оның үкіметіне қарсы қандай да бір қастандық жасауға, қандай да бір бүлік шығаруға Құдай тағала қатаң тыйым салған. government. Өйткені бүлікшілдік немесе мемлекетке қарсы бағытталған басқа да іс-әрекеттер ел мен халықтың қауіпсіздігіне, тыныштығына қатер төндіреді. Расында, егер бір жерде ішкі бүліктер немесе әлгіндей жауыздыққа толы алауыздықтар орын алып жатса,
онда мұндай жағдай өз кезегінде сырттан қол соғушылық әрекеттерге әкеп соғады. Яғни шетелдіктерді осындай ішкі былықты өз мүдделері үшін пайдалануға итермелейді. Сондықтан өз еліне сатқындық жасаудың салдары өте қиын жағдайларға ұрындырады. Осылайша, сипаттап бергенімдей, елге зиян тигізетін барлық нәрселерді бағия сөзі қамтып тұр. Осылардың барлығын есте сақтап, адам сабырлық пен жоғары адамгершілік құндылықтарды танытып, елдің заңнамасын орындауы керек. Бұл өз еліне адал болудың талабы. Қазіргі кезде әлемнің көптеген елдерінің билік жүргізу формасы жалпылай қарағанда демократиялық деуге негіз бар. Сондықтан, егер адам немесе адамдардың тобы үкіметті өзгерткілері келсе, онда олар бұған заңмен қабылданған демократиялық процедуралар мен қол жеткізулері керекті. Олар дауыс беру жәшігі арқылы бюллетендері мен өздерінің дауыстарын естіртулері керек. Дауыс беру кезінде өзінің жеке мүддесі үшін немесе дүние қоңыздық қызығушылығын қанағаттандыру үшін берілмеуі керек. Шын мәнінде, исламның тәлім-тәрбиесі адам өз еліне деген адалдық пен сүйіспеншілік сезімін сезіне отырып, өзінің дауыс беру құқығын пайдалануы керек деп үйретеді. Адам өз дауысын елдің жағдайын жақсарту ниетімен беруі тиіс. Сондықтан адам өзінің жеке мүддесін көздемеуі керек. Немесе сайлауға түскен үміткерден, әлде партиядан жеке пайда алуға болады деген пиғылдан аулақ болуы керек. Керісінше адам өз шешімін байыппен таразылай келе, елдің дамып өркендеуіне үлес қосатын үміткер үшін немесе партия үшін дауыс беруі керек. Биліктің кілті үлкен аманат. Сондықтан дауыс беруші оны ең жарамды, ең лайықты, өзі шынайы сенген партиясы үшін беруі керек. Міне, шын ислам осындай, шынайы адалдық та осындай. Расында, Құран кәрімнің 4-ші сүресі 59-шы аятында Алла біздерге бұйырады. Өз араларынан сенімге лайықты адамдарды ғана өкілетті етіңдер. Және олар билікке қолдары жетіп, халыққа үкім жүргізгенде өз шешімдерін әділдік пен шыншылдық негізінде жүргізулері керек деп. Осылайша, өз елі әлемнің озық елдерінің арасында дамуы үшін өз еліне деген адалдық, сенімді расында ақтаған адамдарға ғана билік тізгінін тапсыруды талап етеді. Әлемнің көптеген жерлерінде қоғам мүшелері өз үкіметтерінің жүргізіп отырған саясаттарына қарсы наразылықтарын білдіріп, ереуілдерге қатысып жатқандарына біз бен сіздер соған куәміз. Бұдан сорақысы, әлемнің кейбір үшінші дамушы елдерінде ереуілге шыққан адамдар мемлекет пен жеке меншіктің мүліктерін бүлдіріп, қиратып жатады. Олар өздерінің бұл істерін еліне деген сүйіспеншілік сезімдерімізге негіздейміз деп ақталуы мүмкін. Алайда мұндай әрекеттердің өз еліне деген шынайы адалдық пен сүйіспеншілікке еш қатысы жоқ. Тіпті кей жерлерде ереуілге шығып наразылық білдірулер бейбіт түрде өтіп жатса да, тіпті көрінеу зардап пен залал келтірілмесе де, олар жағымсыз әсер келтіруі әбден мүмкін екендігін есте сақтау керек. Өйткені бейбіт ереуілдер де елдің экономикасын миллиондаған шығынға батырып жататыны рас. Яғни мұндай әрекеттерді ешбір жағдайда елге адал болудың үлгісі ретінде санауға келмейді. Ахмадия мұсылман жамағатының негізін қалаушысы өсиет еткен алтын принципі бойынша, біз кез келген жағдайларда Аллаға, оның пайғамбарларына және өз елдеріміздің үкіметтеріне бағынышты болып қалуымыз керек деген. Бұл Құран кәрімге негізделген ілім.
And so, Сондықтан наразылық білдіруге рұқсат беретін елдердің өзінде де ереуілге шыққан жағдайда strikes мұндай іс-шараларды елге зиян келтірмейтіндей және елдің экономикасын шығынға батырмайтындай ауқымда ғана өткізу қажет. not harm or cause damage to the nation or to the economy. Another question that Тағы жиі қойылатын сұрақтардың бірі келесідей. Muslims Мұсылмандарға батыс елдерінің қарулы күштерінде әскери қызмет етуіне болады ма? they are permitted Және егер қызметке алынса, онда олар мұсылман елдеріне қарсы соғыс шараларына қатыса алады ма? one underlying principle of Islam Исламның басты ұстанымдарының бірі қатыгездікке ешкім көмек көрсетпеуі керек. Осы аса маңызды бұйрық әр мұсылманның назарында әрдайым болуы керек. of any Muslim's mind. Where a Muslim Егер мұсылман елі өзі бірінші болып агрессия жасап, қатыгездік пен әділетсіздікке барғандықтан шапқыншылыққа тап болатын болса, онда мұндай жағдайларда Құран басқа мұсылман үкіметтеріне зұлымдық жасаушының қолын тоқтатуды тапсырады. the hand of the oppressor. And this means Бұл жерде they should stop олар қатыгездікті тоқтатып, бейбітшілікті орнатуға ұмтылулары керек дегенді білдіреді. Thus, in such Сондықтан, circumstances, мұндай жағдайларда қатыгездікті тоқтату үшін шаралар қолдануға рұқсат етілген. permissible. However, Алайда егер бұзақы ел түзеліп, бейбітшілікке мойынсынатын болса, онда жалған айыптарды сылтауратып, қиянатшылдыққа барып, сол елді және оның халқын өз пайдасы үшін бодан қылуға болмайды. not be taken advantage of. Оның орнына оларға мемлекеттік тәуелсіздік пен бостандықты толық қамтамасыз етіп беру қажет. Pretenses or excuses. Instead, they should be Соғыс granted іс-қимылдарының autonomous мақсаты біреулердің жеке мүддесінің пайдасын көздемей, бейбітшілікті орнату үшін жүргізілуі керек. Thus, the military ambition should be to establish peace. Rather, Сол себепті ислам барлық елдерге, мейлі мұсылман емес елдерге қатыгездік пен қудалаушылықты тоқтату құқығын береді. Muslims or non-Muslims. The right Сонымен қажет болған жағдайда, жоғарыда айтылған хас мақсаттарға жету үшін мұсылман емес елдер мұсылман елдеріне қарсы соғыс қимылдарын жасай алады. to achieve these genuine aims. Басқа елдердің қатыгездігін доғарту үшін Those non-Muslims мұсылман емес елдердегі мұсылмандарға сол мұсылман емес елдің әскеріне қызмет етуіне болады. to join the armies of those non-Muslim countries and prevent the other country from cruelty. Расында, егер осындай жағдайлар орын алып жатса, онда мұсылман сарбаздары батыс елдерінің қай әскерінде қызмет етсе де, бейбітшілікті орнату үшін қажет болса әскери бұйрыққа бағынып, соғысулары керек. Бірақ егер де әскери күштер әділетсіз шешім негізінде басқа елге басып кіруді ұйғарып, қанаушыларға айналатын болса, The oppressor онда мұсылман үшін әскерден кету таңдауы ғана қалады. to leave the army because then he would be assisting cruelty. Өйткені егер ол олай істемесе, онда ол қатыгездікке болысқан болып саналады. In fact, in such circumstances, Мұндай шешімге бару өз еліне адал болмауды білдірмейді. Негізінде, мұндай жағдайларда өз еліне адал болу мәселесі дәл осындай шешімге баруды талап етеді. allow themselves Сондай-ақ ол өз елінің үкіметіне бағанағы қатыгез, әділетсіз елдер мен үкіметтер сияқты олардың деңгейіне түспеуді кеңес етуі керек. However, if joining the army is compulsory and Ал егер әскерге бару міндетті болса, және әскерден кетуге жол жоқ болса, ал оның ар-жуданы тыным таппаса, онда ол сол елден кетіп қалуы керек. Елдің заңына қарсы шықпағаны дұрыс. the land, he should leave because the Ол Muslims мұндай елден кетуі керек. Өйткені мұсылман үшін елдің азаматы бола тұра, сол елге қарсы шығуына, немесе оппозицияға қосылуына болмайды. or siding with the opposition or the enemies. Thus, these are just a few Барша шынайы мұсылмандарды өз еліне адал болу, өз отанын сүю жолымен жетелеген ислами тәлімнің кейбір түсіндірмелері міне осындай. loyalty and love for one's country. In the Мен time уақыттың available шектеулігінен бұл тақырыпқа қысқаша ғана тоқтала алдым. touch upon this topic. Сөзімнің соңында айтарым, So, in conclusion, бүгін біз бүкіл әлем жаһандық бір ауылға айналғанын байқап отырмыз. observe that the world
has become a global village. Бүкіл адамзат бір-бірімен өте тығыз байланысқан. The people of all Барлық елдерде көптеген ұлттың, діннің және түрлі мәдениеттердің өкілдерін кездестіруге болады. and so Бұл жайт барлық адамдардың сезімдері мен пікірлерімен санасып, оларға құрметпен қарауын әр елдің басшыларынан талап етеді. sentiments of all people. The leaders Ел басшылары мен олардың үкіметтері түрлі қиындықтар тудыратын, абыржытатын және адамдардың үміттерін күл ететін заңдардың орнына of truth шындық пен әділеттік рухын өсіретін ортаны қалыптастыратын заңдарды қабылдаулары керек. Соған қарай ұмтылулары керек. and frustration to the people. Injustice Әділетсіздіктер мен қатыгездіктерді жою қажет. Олардың орнына шынайы, ізгі әділеттікті орнату қажет. for true justice. And the best way Бұған қол жеткізудің төте жолы барша әлем жаратушы иені танулары керек. his creator. Адалдықтың барша түрі Құдайға адал болумен тікелей байланысты. To loyalty with God. If this occurs, then we will come to Егер бұл орындалса, with our own eyes онда біз өз көздерімізбен барлық елдердің адамдары адалдықтың жоғары үлгісін орнатып жатқанын көре аламыз. by the people of all countries and Сонда біздерге барша әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікке жетелеген жаңа жолдар ашылатын болады. will open throughout the world. Сөзімді аяқтамас бұрын мүмкіншілікті пайдаланып, осында шақырғандарыңыз үшін және де сөзімді тыңдағандарыңыз үшін баршаларыңызға тағы да алғысымды білдіргім келеді. And for listening, Баршаларыңызға Құдайдың мархаматы жаусын. may God bless. Құдай тағала Германияны берекелі ете көрсін. Көп рахмет. Thank you very much.